Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңырау шаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 58-ші сабақ сөйлем мүшелерінің байланысы тақырыбында сабағымызды одан әрімен жалғастыратын боламыз. 29-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Астана өте әдемі. Қалада неше түрлі ойын-сауық орталықтары бар. Сәулетті ғимараттар өте көп. Өскенде туған қаламның өркендеуіне өз үлесімді қоссам деймін. Жыл 12 ай кітабынан. Мәтін не туралы? Оған ат қой. Мәтін бізде Қазақстан Республикасының бас қаласы, яғни Астана туралы. Оған ат қоятын болсақ, керемет Астана немесе бас қала Астана деп қойсақ та болады. Әрине, бұл менің нұсқам. Сендер де өз нұсқаларыңда өздерің қалаған мәтінге ат қойсаңдар болады. Астанадағы сәулетті ғимараттар туралы білетініңді айт. Және оларды дереккөздерден қарап толықтыр. Сызба арқылы сұрақ қойып, өзара байланысқан сөздер тобын тап. Бізге берілген сөйлем. Мен Астана қаласының кішкентай тұрғынымын. Кім? Мен тұрғынымын. Сөздері байланысады. Қандай қала? Астана қаласының. Қандай тұрғынымын? Кішкентай тұрғынымын. Сөздері байланысып тұр. Ережеге назар аударайық. Сөйлем мүшелері мағынасына қарай өзара байланысып айтылады. Олардың байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. Сонымен 30-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді көркем жаз. Астана еліміздің ордасы. Маған өз қалам өте ұнайды. Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Мына сызбаға қай сөйлем сәйкес келетінін анықтайық. Бұл сызбаға мәтіндегі 3-ші сөйлемді жатқыза алады екенбіз. Астана қаласы күн сайын көркейіп өсіп келеді. Ал енді біз өзара байланысын сұрақ қою арқылы анықтай алады екенбіз. Қандай қала өсіп келеді? Астана қаласы өсіп келеді. Ол қалай өседі? Күн сайын өседі. Күн сайын не істейді? Өсіп келеді. Сөздері мінекей өзара байланысып тұр екен. Қалған екі сөйлемді де біз өзара байланысын табайық. Бірінші сөйлем. Астана еліміздің ордасы. Еліміздің ордасы. Астана ордасы. Яғни осы екі сөйлем бір-бірімен сөздер байланысады екен. Екінші сөйлем. Маған өз қалам өте ұнайды. Кімге ұнайды? Маған. Қандай қалам? Өз қалам. Не істейді? Қалам ұнайды. Қалай ұнайды? Өте ұнайды. Сөздері бір-бірімен байланысып тұр екен. 31-ші жаттығу. Сызба бойынша тиісті сөйлем мүшелерін тауып жаз дейді. Бізде тұрлаулы мүшелерге бастауыш пен баяндауыш жатады, ал және де басқа сөйлем мүшелері қатысқан жағдайда олар тұрлаусыз мүше болып табылады. Бірінші. Күн жылынды. Не? Күн. Күн не істеді? Жылынды. Күн бастауыш, жылынды баяндауыш. Екінші сөйлем. Күн кеше жылынды. Не жылынды? Күн. Қашан жылынды? Кеше. Күн не істеді? Жылынды. Бұл жерде бізде бастауыш күн, баяндауыш жылынды, тұрлаусыз мүше кеше. Ал енді сөздердің байланысын табайық. Күн қашан жылынды? Кеше жылынды. Не жылынды? Күн жылынды. Сөздері бір-бірімен байланысады екен. Ал енді келесі 3-ші сөйлем.
Күн кеше таңертең жылынды. Күн не істеді? Жылынды. Не жылынды? Күн. Күн қай уақытта жылынды? Кеше таңертең. Мінеке, күн бізде бастауыш, жылынды баяндауыш, кеше таңертең сөздері бізде тұрлау сөз мүше болып келеді екен. Ал енді бізде байланысқан сөздер күн жылынды, кеше таңертең сөздері бір-бірімен байланысады екен. Мінеке, осымен біздің сөйлем мүшелерінің өзара байланысуы тақырыбындағы қызықты тапсырмаларымыз бен сабағымыз аяқталды. Менің YouTube арнамды жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Әрине, менің YouTube каналымда ең бірінші болып табу үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Осы видеомды достарыңызбен де бөліссеңіз болады. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.